Өзіндік өнер жолын жайдарманнан бастаған Мереке өзіндік аудиториясы бар, өзінен жас кіші артистерге тұрмысқа шығып, одан 2 балалы болған, қазірде ән саласында, шоу-бизнес саласында жүрген Мереке өзінің әлеуметтік желісінен, Instagram парақшасынан бүткіл жазбаларды, видеоларды өшіріп тастап, тек осы ғана бір видеоны салып қойыпты. Бұл видеода тек өмірлік әйел кісінің тұрмыстық тіршілігі, қиындықтары туралы мәлімдесе, астындағы жазбаларға қарағанда Арсенмен ажырасып кеткендігі, оның жанын түсінбегендігін туралы белгілі бір видеоролик жасағандай. Кім біледі, бұл белгілі бір киноның үзіндісі ме, жоқ әлде өзіндік мән мағынасы бар видео ма. Дегенмен өзінің парақшасында Мереке кейде сен мүлдем қаламаған дүниелі болады, қабылдайсың, ары қарай өміріңді сүресің, келесі аялдамаға жалғыз кеттім деп жазба қалдырды. Менен қазірше ештеңе сұрамаңыздар, бәріне өзім кінәлімін деп көз жасын төгіп, тағы да өзінің историясына осындай белгілі бір суреттерді салып қойды. Өмірдің заңы, біз қаламаған дүниелер болады деп. Енді не дейміз, көпшілік бұл жазбаларына маркетингтік айла деп есептеуде, себебі өздеріңіз білесіздер, Мереке қазірде өзінің Мирар брендін қалыптастырып, косметика саласында өз бизнесін дамытып жатқан жайы бар. Мүмкін сол бір қара пиар арқылы өзінің жаңағы брендін қалыптастырған брендін сату жолында бір маркетингтік айла жасап жатқан сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл енді белгісіз. Маркетингтік айла болатын болса, бұлай ажырасумен ойнамағаны дұрыс деп есептейміз. Себебі көзқарақты көрермен, бәрібір көріп отыратын жас отбасылар бар, жас қыздар бар. Ажырасуды үлгі тұтып керек емес деп ойлаймын. Қойшы, Қытайдың өнімінің сыртына өздерінің брендтерін жабыстырып алаттағаны өзіміздің өнім деп шығара береді дейтін жандарға айтарым. Мирарым дене күтімінде, бет күтімінде біздің Қазақстаннан шығады. Ешқандай шетел емес. Табиғи халал өнім. Әлемдік деңгейдегі дерматолог, косметологтармен бірге жасалған 6 айдың нәтижесі. Осы өнімдерді алған жандардың барлығы риза ғой. Не деген өнім, мынау мультибренд, брендтер сияқты танымал болуға әбден лайықты деп. Бетіңізде қарадақ, әжім, угри, купероза, сепкіл болатын болса, барлығын жоқ қылады. Мына бет күтіміне арналған набор. Ал мына парфюмді гель для душа мен крем для тела денеңізді ылғалдандырып, 48 сағатқа дейін иісі сақталып, күшті әдемі иіс беріп тұрады ғой. В общем, отандық өнімді қолдай отыра сіздер 30 миллион теңгелік үймен Toyota Land Cruiser 200 автокөліктің 30-ына қатыса аласыздар. Мынандай акцияны, мынандай дүниені ешқандай косметика сататын дүкендер жасамайды. Менде Каспирет рассрочкаға процент қосылмайды. Қазақстанның кез келген аймағына жеткізу бар. Так что осындай керемет нәтиже беретін өнімдерді алып, ниеттеріңізге қарай 30 миллионның үйімен машинасын ұтып алыңыздар. Тапсырыс беру үшін подробнее батырмасын басыңыздар. Бетіңде қарадақ, әжім, безеу, купероза, сепкіл болатын болса, дәл осы набор өте күшті көмектеседі. Бетіңді осветление жасап, аппақ қылған кезінде корейский кинодағы актрисалар бар ғой, тура солардың беті болады. Бұл өнімді 10 жастан бастап 65-70 жастағы адамдарға дейін пайдалануға болады. Еркектерге де, әйелдерге де, балдарға да, қыздарға да барлығына арналған жаңағы проблемаларды азайтып, бетке ештеңе шығартпайтын болады. Әжімге әсіресе күшті көмектеседі. Ал енді денеге арналған парфюмді гель для душа мен крем для тела дорого и богато ғой. Шынымен де байларский иіс шыққысы келетіндер осы өнімді алып пайдаланып көріңіздер. Күшті увлажнять етіп, иісі 24-48 сағатқа дейін денеңізде тұрады. Мынадан кейін парфюм сеппей қойсаңыздар да болады. Маған сенбеулеріңіз мүмкін, бірақ бір алып пайдаланып көріңіздер.
нәтижеге көздеріңіз жетеді. Бұл ешқандай да арзан дүние емес. Қытайдан немесе басқа жақтан төмен бағада алып келіп 10 есе қосылып сатылып жатқан дүние емес. Бұл таза отандық өзіміздің осы Қазақстаннан шығып жатқан өнім. Бүкіл әлемдік деңгейдегі дерматолог, косметолог врачтармен бірігіп жасалған дүние. Сондықтан бір алып пайдасын көріңіздер. Бақтарыңыз жанып жатса, артымдағы тұрған 200-каны ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Одан бөлек Шымкент қаласынан 30 миллион теңгенің үйі тігіліп жатыр. Өздеріңіз үшін осы өнімдерді алып пайдаланып көріңіздер. Алла ниеттеріңізге қарай осы сыйлықтарды бұйыртып қалар. Тапсырыс беру үшін төменге плюс